Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге үй жағдайында өте нәзік әрі жұмсақ болып шығатын булочки дайындайтын боламыз. Ол үшін біз бірінші алдын ала еленген ұнымызға қант пен ашытқы, яғни дрожжи салып, біркелкі болғанша араластырамыз. Одан кейін жылы су, сүт және де сұйық майды құямыз да, басында қасықтың көмегімен осылай араластырып алып, кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Біздің қамыр өте жұмсақ болып шығады, бірақ қолға жабыспауы қажет. Қамырды илеп болған соң бірнеше сағатқа ашытып қоямыз. Қамырымыз ашып болған соң бірінші ковриктің үстіне осылай ұнды себелеп аламыз. Одан соң біздің қамырды өз ыңғайыңызға байланысты екіге бөлеміз. Кейін олардың өзін видеода көрсетілгендей етіп, үлкендеу бөліктерге бөліп шығамыз. Одан соң оларды шарик формасына келтіріп барлығын түйіп шығамыз. Одан соң біздің қамырды видеода көрсетілгендей етіп жаямыз. Кейін начинкасына өз қалауыңызша қалаған нәрсені салсаңыз болады. Менде бұл вареная сгущенка. Одан соң біздің қамырдың екінші бөлігіне видеодағыдай етіп кесіп шығамыз. Одан соң біздің булочканы видеода көрсетілгендей бөгеміз. Булочканың бетіне жағу үшін жұмыртқаның сарыуызы мен 2-3 шай қасық сүтті қосып, біркелкетіп араластырамыз. Сосын біздің булочкалардың үстіне осылай жағып шығамыз. Одан соң алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 25 минутта пісіріп аламыз. Және де достар, алдағы уақытта қандай рецепті менің каналымнан көргіңіз келетінін комментарийге жаза кетіңіз. Біздің булочкалар дайын, өте жұмсақ әрі нәзік болып шығады. Егер рецепт ұнаса, міндетті түрде дайындап көріңіз, ас болсын.